Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайында салқын глэссе сусын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен керегі кофе, яғни үйде қандай кофе бар, соны қолдансақ болады. 3-4 қасық ыдысымызға саламыз. Енді оның үстіне 3-4 ас қасық шекер салатын боламыз. Үстінен қайнаған су құямыз және де жақсылап араластырып, шекерді кофені ертеміз. Су суығаннан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз, салқындатып аламыз. Кофе салқындағаннан кейін ыдысымызға құямыз және де бізге ендігі керек нәрсе ол балмұздақ, яғни кез келген дүкеннен сливочный балмұздақ алсақ болады. Мен ностальгия қолдандым. Өте керемет шығады дәмі. Мен осылай бөліктерге бөліп салдым. Сіздер бірден 2 бөлікке немесе үйдегі ыдыстың формасына қарай кесіп салсаңыздар болады. Дәл осылай ше берсек те болады, немесе бетін үйдегі бар нәрсемен әсемдесек те болады. Дайындалу жолы өте оңай, глэссе сусыны міне дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, дәм өте керемет шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.